Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы патриотизм. Патриот деген гректің тілінен келген, қазақша аударғанда отан, атамекен деген мағынаны білдіреді екен. Патриотизм отбасынан басталады. Отбасына опасыздық жасаған ол мемлекетті, ұжымды, досын қорғай алмайды, оңай сатып кете алады. Туып өскен ортасы тума-туысына, топырағы, табиғатына, еліне, ұлтына құрметпен, махаббатпен қарайды. Ол патриот. Қан төгіп, жанын беруге дайын тұрады. Патриот болу үшін зорлап, бұйырып, қинап, өз елінің, отанының жанашыры ете алмайды екенбіз. Енді қараңыз. Патриот дегенде қандай адамды көзіңізге елестетесіз? Қазіргі таңда патриоттар олар кімдер? Мемлекет басшыларына қарсы шығып, олардың қателіктерін айтқан адам бірден патриоттық атақ алады. Әкімдердің жамандығын айтып, бетіне басқан адамды патриот санап жатыр. Жарайды делік. Енді бірнеше ғасыр арқаға шегінсек. Махамбет Өтемісұлының өмір баянына келсек, сол туралы айтып берсем, 1804 жылы өмірге келіп, 1846 жылы өмірден озыпты. 42 жыл ғана өмір сүріпті. 42 жаста 42 жыл ғана өмір сүріп, тарихта ойып тұрып, аты қалған, орны қалған, әулиелік сатыға жеткен, халықтың сүйіспеншілігіне бөленген, Құдайдың сүйген құлына айланған. Қалайша 42 жасқа дейін сондай ұлық істерді істеп үлгеріпті. Жәңгір ханның тұсында Жәңгір ханның династиясынан шығып, династия дегенде әулет, хандар әулетінен шығып, не болды? Ресей империясында білім алып, сол жақтан шен алып, біраз көтерілген хан екен. Және бір бастық татар қазанның бір бастығының қызын, татардың қызын қатынғылдыққа алды. Одан кейін не болады ол? Санасын бәрі уланды, басқа жақтан білім алды. Сосын барып, қазақтың қызын менсінбей, татардан қатын алды. Және енді содан кейін әрине ол адамның бауыры шетелге, бүйірі шетелге бұрып тұрады. Қазірдің өзінде өте көп адамдар шетелде оқып келіп, мысалға әрдайым ойбайлап жүрсіздер ғой, жамандап, имамдар, мешіттегілер, ваххабизмді уағыздап жүргендер. Солардың барлығы шетелде оқып келді, шетелде білім алды. Солардың тәлім тәрбиесін алды, салт дәстүрін біздің қазаққа келіп ендірмекші болды. Солардың барлығын араб емес, керек десеңіз сол ваххабизм. Арабтар бізге келіп ештеңе үйретіп жатқан жоқ. Ол өзіміздің қазақтың бұзылған жігіттері, қыздары сол жақтың тәлім тәрбиесін бізге ендірмекші. Ендіріп те жатыр. Соның зардабын шегіп келе жатырмыз. Бұл адамдарды бұзу, дін бұзу болып саналады. Дін бұзу, шариғатты бұзу, бәр нәрсені бұзып жатыр. Сондықтан ақыл есті жинап, шетелде білім алмастан өзінің қазақ жерінде білім алуға талпын. Менің сол ақылым және өсиетім. Қараңыз, Махамбет Өтемісұлында Жәңгір хан тұсында білесіздер, Ресейді, қазақтың жерін Ресейге беріп, және қазақты
Ресей патшалығына бағындырмақшы болды Жәңгір хан, білесіздер иә. Енді қараңыз, Махамбет Өтемұсұлының кезінде де оларда да арман тілек болған екен. Өкініш деген өлеңнен үзіндер оқып берейін. Толғайда толғай оқ атқан деп бастап, ортасында кешегі орақ пенен мамайдай батырлар шіркін болармай, олардай болып жүруге біздерге қуат толармай деген өлең шумағында қараңыз, орақ деген сол Маңғыстау өңірінде орақ деген батыр өмір сүрген, соны жырлаған. Сондай батыр болар ма едім деген арманы бар екен. Қазақтың бір құнт кетті деп, біздерге нәубет жетті деп, бұзылды көңілім жыларғай, азамат ердің баласы аз ұйықтар да көп жатар, көп жортар, дұшпанға кеткен кегімен барымтаға түскен малы бар дейді. Қараңыз, олардың да, сол кездегі батырлардың да арманы сол өзінен бұрын озған, бізде қазір армандап жүрміз ғой. Бөгенбай батыр сияқты, Қобланды батыр сияқты, Алпамыс батыр сияқты бізде батыр болса екен деп армандаймыз. Бұлар Мұхаммед атамызда, батыр атамызда сондай батырларды аңсаған екен. Нәубет бізге жетіпті деп, отанын қорғап, бүкіл қазақты, Исатай батырмен екеуі бүкіл қазақты көтеріп, біраз жұмыс атқарған, қазақты көтерген. Енді қараңыз, Исатай досынан айрылып, Махамбет батыр Жәңгір ханға келіп қарғыс айтып кеткен. Бұл өлеңді оқып берсем: хан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені бас құрсын. Хан емессің, ылаңсың, қара шұбар жылансың, хан емессің, аярсың, айыр құйрық шаянсың дейді. Бұдан артық қарғыс жоқ шығар. Өзінің батыры, өзінің халқынан шыққан хас батыр ханды солай келіп қарғап кеткеннен кейін, ол хан қайбір оңсын, өзіңіз ойлаңызшы. Сонда хан да сол өлеңнен кейін Махамбеттің қорықпай келіп, бетін айтып кеткеннен кейін ойланып есін жиған болар. Бірақ Ресейдің әскерімен қазақтың батырларын басып тастап, шетінен қырып тастаған, білесіздер иә. Қазірдің өзінде де Тоқаев мырза болсын, Назарбаев болсын, қазақ көтерілсе Ресейден көмек сұрап, Ресей арқылы қазақты басып тастап отыр. Себебі өзінің қазағына сенбейді, өзінің қазағы өзіне қарсы шығады деп Ресейден көмек сұрап отырады. Енді білесіздер, біздер, менің өзім халықты жинап, қыз-жігіттер, менің қасымдағы қыз-жігіттер жиналып, тобыммен сол Алладан тілеу тілеп, ірі малдар құрбандыққа шалып, сол Ресейдің, орыстың місін басып тастадық. Ол Құдайдың бұйрығымен болып жатқан жағдай. Әйтпесе кеше күні Путин елімізге келіп, соғыс бастаймын деп, Тоқаевтың өзіне қоқан-лоққы көрсетіп кеткен болатын. Содан кейін мысы басылып, Алладан бұйрық түсіп, қазір Ресейдің президенті қазір тып-тыныш. Оған да Аллаға шүкір деп отырмыз. Одан кейін енді ұйғыр халқын айтсақ, ұйғыр халқында патриотизм бар ма? Неге ұйғыр халқында Қытай мемлекетінің ішінде өзінің автономиялық бөлек несі бар? Автономиялық кішкене жер бар. Бірақ аруақтардың айтқан мәліметі бойынша, кезінде жоңғар шапқыншылығы, Қытай шапқыншылығы және
моңғол қалмақ шапқыншылықтарында ұйғырлар не істеген екен? Ұйғырлар мүлдем соғыспаған екен. Ешбір елге өздерінің батырларын беріп көмектеспеген екен. Олар өздері бір ауыл болып, үлкен ұйым болып, қандайда бір бірінші соғыстардан алдын елшісін жібереді ғой. Жоңғар мысалы өзінің елшісін жібереді. Біз сендерді солай қырамыз. Қыруымызды қаламасаңдар, бізге сонда байлық беріңдер дейді. Ал жоңғардың бастықтары кеңесе отырып не істейді? Өзінің сұлу қыздарынан береді. Байлықтарын береді. Алтын күміс жинап қойған аң терлерінен береді, малынан береді. Сөйтіп бізге тиіспеңдер дейді. Әрине сондай байлық, өз негізі сондай байлыққа келген жоңғар мен қалмақ сол байлыққа бола соғыс ашпақшы ғой. Бұлар өздерінің қолымен бергеннен кейін жау оларды айланып өтіп кеткен. Ал және тағы бір ең қиыны, өте сұмдығы, егер де өздерінің ішінен жастар шығып, батырлар шығып, жоқ біз соғысамыз, қыздарымызды, байлығымызды бермейміз деп ешкімге айтпастан, ешкімге бойсұнбастан өздері әскер жинап жоңғарларға соғыс ашып кеткендерді, олар қайтып ауылына келген кезде аяқ қолын байлап, сол жаудың аяғының астына лақтырған екен. Міне сендерге берген уәдеміз, міне мынаны не істесеңдер, оны істеңдер деп, өздерінің батырларын солай жаудың аяғының астына жығып берген екен. Содан кейін барып, бұларда не жері жоқ, валютасы жоқ, гимні жоқ, туы жоқ, ұйғыр халқы болып солай босып қалған. Алла олардың ондай сынақ келген кезде өжеттілік танытып, жауға бойсұнған үшін оларға Алла тағала жер де бермеген, ешқандай да бір құндылық бермеген. Әрине олардың өзінің тілі бар, ұлттық киімі бар, ар-ожданында бар шарау, бірақ Құдайдың алдында олардың абыройы жоқ десем, мен жаңылыспаймын. Себебі бұл мәліметті маған тылсымдықтар маған айтқан болатын. Мен оны қорықпай айта аламын. Бұл тарихта таңба болып жазылатын дүние. Қазақта бұндай істі істемеген. Әрдайым жауға қарсы шығып, дінді уағыздап, Құдайдың патшалығын жерге орнатып жүрген. Ал енді қараңыз, патриотизмге жататындар, патриотизмді жоятындар, отбасыздық, дүние соңына түскендер, ақша, байлық, денсаулықты қуып кеткендер. Денсаулық дегенде неге деп сұрасаңыздар, адамдар, ой, ана жеріме оқ тиеді, ана жерімді пышақ кеседі, белім ауырады, басым ауырады, давлением жоғары, мен соғысқа жарамаймын деп қашатындар бар. Қатын қалаш соңына түскендер, бастығы қатыны ары кетсе анасының сөзінен аса алмайтындар, мансабынан қорқатындар, пасықтар, өтірікші, 200-ді, жалақорлар, қарызға белшесінен батып, бермей қашып жүргендер, жеңіл жүрістілер, өзінің идеологиясы, арман мақсаты жоқтар, шешім қабылдамайтындар, өмірдің ағысымен жүретіндер, көлеңкесінен қорқатындар, арақ, шылым, наша, зинақор ойынға берілгендер. Ал патриоттар қандай болады? Жүрегінде түгі барлар, отаны, елі үшін жан пида ететіндер, адал, шыншыл, әділетті, тәуекелшіл, дұх мықты, рух мықты, сөзде тұратын, қателікті мойындайтын, ыстық суыққа, қиындыққа төзімді, шыдап мойымайтын, бала шағасында патриоттық сезімді тәрбиелейтіндер,
ештеңеден ешкімнен қорықпай бір Аллаға бойсұнып тәуекел ететін адам. Және халық бір адамнан тұрады. Сондықтан айналайын қазағым, бір-біріңді жаман көріп, мыңға бөлініп соғыса бермей, бірге отанды аялап сақтап қалу біздің міндет. Жау келсе сұрап отырмайды. Сен қай ағымдансың, сен қай дінденсің? Немесе сен тәңірсізсің ба? Әлде сен орыссың ба, қазақсың ба? Жоқ, ұйғырсың ба? Сұрап отырмайды. Қазақ мемлекетіне егер жау тиетін болса, ол тұтас мемлекет. Ол бәрін қырып тастайды. Сондықтан ұлт-ұлтқа бөлінбестен мемлекет па? Мемлекет ол сенің отаның ба? Біздің ата-бабамыз осындай үлкен кең байтақ жерді берді ма? Қасық-қаның қалғанша соғыс. Өзің адалдан. Ас-суың адал болсын. Құдайдың құлы бол. Отаныңды сүй, отбасыңды сүй. Құдай бұл ұлық сезімдердің барлығын, патриоттық сезімді, адалдықты, шыншылдықты Құдай ғана береді. Бұлардың бәрін себеп Құдай жаратты. Басқа ешкімде сізге бере алмайды. Әрбір сынақ келген кезде ол айлар бойы, жылдар бойы сыналасыз. Егер сіз қорқақтық танытып, сол жамандыққа болсаңыз, сізден ешқандай патриотты адам болып, отанын сүйетін, отбасын жақсы көретін адам шықпайды. Мен ондай адамдарға сенбеймін. Қазірге өте аз адамдарды білемін. Сол отанын жақсы көріп, аялап, қасық-қаным қалғанша еңбек етемін деген жігіт қыздар өте аз. Бірақ шындап кірісетін қазақтарым да жоқ емес. Бірақ күніге көз көріп, араласып жүрген жігіт қыздардың арасынан ондай патриоттық сезімде жүрген ұл қыздарды мен көре алмай жүрмін. Сондықтан айналайын қазағым, патриот адам бір адамнан басталады. Бір ғана кішкене ғана мемлекет отбасынан басталады. Бір-біріңді жақсы көріп, құрметтеп, бір-біріңді қадірлеп, сыйлап, солай орнын, әркім өз орнын біле жүрсе, кім екенін таныса, сонда ғана алға жылжиды. Халқын ойлағанына кеудеде от жанып тұратын болсын. Отаным деп, елім, жерім деген адам ғана ешқандай сынақтан сынбайды. Ешқандай қиындықтан, масқаралықтан қорықпайды. Біреудің мысқылынан, үстіне күлуінен қорықпайды. Әрдайым жүрегінде, кеудесінде от жанып тұрады. Оларға қарамайды, кеудесін көтеріп жүреді, еңсесін түсірмейді. Қазір бейбіт заман. Ешқандай қауіп төніп жатқан жоқ. Сондықтан отаныңызды, айналайын қазағым, сүйіңіз. Отандасыңызды қорғаңыз, қолдаңыз. Барынша көмектесіңіз. Бірақ мысқылдап, аяқ асты етіп, масқаралау ол өте жаман адам, пасықтың іс-әрекеті. Ол сіз отандасыңызды масқаралап, пасықтық істедіңіз ба? Ертең сіз, дәл сіз отаныңызды сатып кетесіз. Қолыңызға чемоданыңызды, документтер, құжаттарыңызды алып, аэропортта тұрасыз. Эфиопияға ма, Нигерияға ма, немесе Вашингтонға ма ұшып кете саласыз отаныңызды сатып. Ал жүрегінде түгі бар, өзгеге қамқорлық жасаған, отанына, өзінің отбасын сүйген, жақсы көрген, анасын құрметтеп, әкесін қадірлеген, бауырларына жанашырлық танытқан адам ғана ұлық патриот болады, Құдайдың құлы болады. Сонымен қазағым, аман сау болыңыздар. Жүректеріңізде патриоттық сезім от болып лаулап жансын. Сау саламатта болыңыздар.